екінші дастархан барысында көргенімізге өте қатты қуаныштымыз. Бүгін кешке тағы бір мәрте қош келдіңіздер. Өздеріңізге бір алақан соғып қойыңыздар. Тілек пен жұлдыздың құрметіне бір алақан соғып қойыңыздар. Ардақты ағайын, қуаныш құтты болсын. Осында тұрған барша ардақты ағайынның шаңырағында тек қана той болсын, қазағымызда тек қана той болсын деген ниет тілектейміз. Мінекей әне міне дегенше бір сағатымыз өте шығыпты. Құрметті қонақтар, мінекей екінші дастархан басында жүздесіп отырмыз. Сіздерді көргенімізге тағы бір мәрте айтамыз, өте қатты қуаныштымыз. Тағы бір мәрте жайылған дастархан басына қош келдіңіздер. Мынау енді құрметті ағайын, қазақтың тойы керемет өту керек деген ойдамыз. Керемет билеу керекпіз, керемет тілектер айтылу керек. Қазақтың тойында өзбек ағайындарымыз ұстап билеп, орыс ағайындарымыз ұстап ішіп жеп, француз ағайындарымыз ұстап қайтқанға не жетсін дейді. Мынау ағылшындар айтады екен, құрметті ағайын. Ағылшындар қоштасады дейді, сразу қайтады дейді. Қазақтар қоштасады, бірақ қайтпайды дейді. 30 күн ойын, 40 күн тойын тойлайтын қазақпыз. Араққа емес, шарапқа емес, тамаша көңіл-күйге мас бола отыра екінші дастарханымызды ашық деп жариялаймыз деп қояйықшы, құрметті ағайын. Қуаныш құтты болсын. Рахмет. Мынау енді құрметті қонақтар, екінші дастарханымыз тамаша бір ақжарма тілекпен бастайық. Көршінің ақысы ол тәңірдің ақысы деп жатамыз. Ұлың кетер жайменен, қызың кетер байменен. Ең соңында көршің қалар, индийский шайменен деп жатыр. Дұрыс қой, құрметті ағайын. Осында отырған ағайынның той қалай өтті дейтін, ертең 5-ші дачада әбетте айтылып жатады. Сондықтан енді рұқсат болса, сол 5-ші дачада осындағы Восточный кентіндегі көршілеріміз бар. Өзіміздің сыйлайтын кейбір ағайын туыстан жақын болып кеткен көршілер қауымы бар. Сол кісілерді ортаға шақырайық. Сол кісілердің тамаша тілегімен, ақ жарма ақ тілегімен, ақ батасымен екінші дастарханымызды бастап алайық. Құрметті ағайын, рұқсат болса қол қошемет жасап көршілер қауымын шақырайық. Аман ағамыз бастаған құрмет ағамызбен Гүлмира апайымыз бар, Тоқан мен Бейбегүл бар, Қуат пен Раушан, Ерсайын мен Шынар, Айын мен Абзал, Медет пен Раушан, Ләззат пен Ербол, Мерей мен Алтынай, Айгерім мен Бауыржан, Ринат, Серік, Диана, Арман, Эльмира, Динара, Қуаныш, Айгерім, Мұрсалимдай көршілер қауымын шақырайық. Қанеке билеп ортаға келіңіздер. Ал қанеке той құтты болсын. Тойында қуаныш құтты болсын. Восточный кентінде тек қана той болсын деп қояйықшы, аман болыңыздар. Енді көргенімізге өте қатты қуаныштымыз. Қазір өзі көршінің үйіне кірмейтін заман болды ғой, сонда да бір дастарханды бөлісіп, осылай қызық қуанышымызды бөлісіп келгендеріңізге көптен көп алғысымызды білдіреміз. Енді араларыңыздан рұқсат болса бір 5-6 адам сөйлеп, қалғанымыз билеп, тамаша бір тойдың көркін қыздырайық, иә, рұқсат болса. Араларыңызда кім бірінші бастайды? Гүлмира апай өзі бастайсыз ғой, деме? Деме, қарыз ақша сұрап жүрмей? Оны айтамын, әзіл ғой. Бұрында бош еді ғой, бір жарты бөлген нан бере тұрсыншы деген сияқты. Сол сияқты өтірей салдың ба сен? Рахмет. Жоқ, енді құрмет ағамыз бәріміз деп жүрміз. Аман болсын құрмет ағамыз. Енді Гүлмира апайымыз бастайды, лекенсі. Рахмет Аманағала. Мен өзімнің жүрегімнен шыққан жылы сөзімді 3-4 тақпағымды айтуға рұқсат етіңіздер. Құдайы көрші құтты болсын туған күнің, сіздер үшін таптырмас болманды күн. Жаны менен жүрегі адал жанға, осы болсын өлеңнің туған гүлін. Болашаққа қол созған үмітпенен, құтты жас болсыншы деймін 40 деген. Тілек деген есімнің өзінде тұр, тілеу мен тілегің тұнық терең. Аман болсын жұлдызың жарқыраған, сүйген жарың жайдарлы алтын адам. Инабатты ибалы болып өстің, бола берсін туған күні туылсын қалпың аман. Әр күндерің болсыншы махаббатты, әр жылдарың болсыншы шапағатты. Тілек жұлдыз және де инабатқа, аямай ұрыңдаршы шапалақты. Құтты болсын.
Ассалаумағалейкум, құрметті тойшыл қауым. Бұл міне тілекпен Лужин әулетінде көп тойлап отыр. Қайырлы құтты болсын. Сол 40 жастарына да 40 қосыңдар. Мына қыздардың қызығын көріңдер. Тойға ұласа берсін, туған туысқандар үлкендерің жаман болсын. Өстіп орта толып, тағы да келесі тойда бас қосып отайық. Аман болайық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, жүргендеріміз той туған болсын. Ассалаумағалейкум, жиналған жұлдыз тілек, туған күндерің құтты болсын, денсаулықтарың мықты болсын, ауырмандар, сырқамандар, ағайын туысқанның бәрін басын қосып жинап шақырып жатқандармен үлкен рахмет. Қыздарыңның қызығын көріп, сендерде осы ақсақалдар сияқында жаңа соғым атайым деген сияқты сендерден де машина тауып жатыңдар. Сол күндерге жетейік, бақытты болыңдар. Ассалаумағалейкум, тойшыл қауым. Көрші, тілек, жұлдыз. Бүгінгі туған күндерімен шын жүректен құттықтаймын. 40-қа 40 қоса беріңдер. Алла берген жасын жасай беріңдер. Не тілеймін енді? Алла расулар көп болсын, асар тасулар көп болсын. Қаншама тілек айтып жатыр, сол Алланың құлағына шалсын. Қыздардың қызығын көріңдер, жұмыстарын табысты болсын, армандарыңдар жете беріңдер. Менің тілек жұлдыз. Жастарға туғаныңыз құтты болсын, жасқа толғай беріңіздер, ауырмаңыздар, сырқамаңыздар, зор денсаулық, аман болыңдар. Атлет, келген жаңа жасың құтты болсын. Жұлдыз, сенде туған күнің құтты болсын. Сендерге зор денсаулық тілейміз. Жастан жасқа қосыла берсін, тек жақсылық болсын. Рахмет, айтқан ниеттілік баршасы қалыпсын. Фото сөйткет солай, көршілермен аман болыңыздар. Абай тақпағыңыз керемет болды, рахмет сізге көптен көмей. Қанекей, тамаша бір фото сенің жан-жарыңды емдейме, жар болуды қаламайсың мендейге, сонда сенің махаббаттың болуға материалдық жағдайым келмейме. Істейді байдың қызы байғанға, мен жетемін сені көңіл айырма, қарапайым отбасында ержеткен шаруаның баласымын жайғанда, ақырманы айдан биік айданда, бақытыңды байлығы үшін байлама, мен ауылда тұрғым келеді өссіңмен, ал сенің үшін сен іздеген байлықтан болғаным жетпейді ме саған бай? Істейді ме байдың қызы байраңда, мен жердемін сенің көңіл айырма, қарапайым отбасында ержеткен шаруаның баласымын жайғанда, арманда айдан биік айданда, бақытыңды байлық үшін байлама, мен ауылда тұрғым келеді өссіңмен, ал сенің ше қалағаның қай қала?
тілегіне, ниетіне алдарыңызға ғашықтан сусындарыңызды көтеріп қойыңыздар. Қуаныш құтты болсын, баршамызға жұғысты болсын. Енді мен ортаға сіздердің рұқсат болса қол қошеметтеріңізбен, тілекпен Жұлдызды тағы бір мәрте шақырсам деп тұрмын. Қанекей, алаған сауық қойыңыздар, той иелері ортамызда. Қанекей. Көріп тұрғанша ертістің жағасында тұратын. Бұлай билейді біздікілер күшті. Молодец. Қуанышым құтты болсын, бұрадан аман бол. Енді оппо. Жақсы. Сен жаққа баратын сияқты бәрі қартын. Әзір қалшын ғой, жер үйде тұрғанның бір жақсысы сол ғой. Барамыз, мен де барамын. Сол до концада отырамыз. Енді рұқсат болса, құрметті ағайын, былай істейік. Бәріміз бір құттықтайықшы бірге. Екеуіміз құттықтаймыз, 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 құттықтаймыз. Рахмет, солған шабалардың ыстығын қосқаныңыз үшін. Енді былай істейік. Тамаша бір бейжар сөздік. Бізде бұл кісілердің алып қойған сыйлықтары өте көп. Бізде әлі бір 20-60 штукі бар ғой демей жатырсыз кесін. Шамасы сіздер тойға көп барасыздар, билеп-билеп ұтып алып өздерін жинап алғансыздар соның бәрін. Либо фикс прайс сіздердікі. Сол сияқты ғой енді. Сыйлық шынымен өте көп. Қазір былай істейік, ровно 1 минут уақыт берем. Ортаға 15 адамнан шақырсаңыздар, өздеріңіз білесіздер, осы жерге алып келсеңіздер. Тамаша бейжар жасайық. Кім чемпион болады? Тамаша сый-сипатпен классыстардың атынан 10 мың теңге деп өздері айтқан бағана аңқырайды деген өздері біледі. 1 минут уақыт кімді шақырып ортаға алып келемін десеңіздер де өз еріктеріңізде қасына барып алып келсеңіздер болады. Ал кеттік, 1 минут уақыт сіздерде кеттік ал. Тілек пен Жұлдыздың амандасы. Рахмет. Тілек сен ұлдарды, Жұлдыз сен қыздарды шақырасың чисті. Жақсы ма? Ал кеттік. Маған звондады ғой. Алло деді. Алло дейді. Асылысың ба дейді. Тамадасың ба? Осы күні босын ба? Босын. Қанша болады? Осынша болады. Болды, келістік. Задатым жерді бітті ғой одан кейін. Бүгін өзіміз звондадым. Қай жерде болады? Айтасыз ба дедім. Осы жерде болады, келесің ғой 6-да деді. Болды дедім ғой. Жоқ, шынымен бір сөзді адам екен, риза болдым. Братан, келе ғой. Сенен бірінші баста билетеміз. 10 секунд қана билейсің, братан. 10 секундтың ішінде ұнасаң ұнадың, ұнамасаң отырғыза берем. Сенмен билейтін келдісіз. Дайынсыз ба? Есіміңіз? Мақпал, кім аламыз? Мына жаққа тұрыңыз. Кімнің кластасы? Қашаннан бері кластасысыңдар? Не үшін кластасысыңдар? Миын ашып жүрсең өзі. Есімің? Руслан. Кім аламыз? Күйеу балам. Кімнің? Тілек. Қашаннан бері? 15 жыл болды. 15 жыл болды. Тілектің мінезі қандай? Жақсы. Қандай? Ау? Ақылдасып берсеші әңгіме кішкене. Білмей тұр ғой қашан үйленгенін. Айтсақ четко жауап беру, 23 жыл болды классас болғанға деп. Все, қазір билейміз, 10 секунд уақыт беремін. Любой музыка қосылады. Қазақша, орысша, индийский, английский, португальский бәрі біледі. Ритм қатысып беру керек. Келістік қой, дайын сома қолдан. Айнаңыз қыздар аз, по-любому сізді қалдырам ма? Жібер! Ойде!
15 жыл деп айтқан түсіндіре бер. Түсіндіре бер деп айтқан келіңіз. Мама келіңіз. Сіз келе бол, братан. Неге мәссің? Есіміңіз? Назерке. Кім боламыз? Жұлдызмен күйеуім класстас. Жұлдызбен күйеуім класстас деп қалай ғой? Класстас деп айтсыз болды. Күйеуіңіз неше жыл бірге оқыған деп. Сіз кім боласыз? Досы тілек. Кімнің? Тілек. Дос болғанда не істейсіңдер екеуің? Жоқ, қалай таныстыңдар жалпы? Мектепте таныстық, класстас болдық, дос болдық. Мектепте тілек қандай еді? Жарайды, не важно. Келіңіз. Дайынсыздар ма? Жібер маэстро. Ойбай! Стоп. Рахмет. Сіз мына жерде қалдыңыз ғой, білесіз ба? Мына жер. Мама, сен мына жерін істейді екен әлі, иә? Айтпайсың ондай деп келіңіз. Жоқ, келе ғой. Шашын жуып жіберіп беріп есімін? Кім боламыз? Кімнің күйеу баласы? Қашаннан бері? 10 жыл. 10 жыл. Әйеліңіз осында ма? Кім? 10 жыл ма точно сұрап алайық. Точно ғой енді. Күйеу баланы дейін көрейік. Білесіз ғой сіздер великолепный векта сұлтанның алдында билейтін қыздар болады ғой. Братан солай билейді екен. Рахмет, братан. 10 жыл болды болса, ана кісі память жоқ, просто ертек шығарып жүрген. Кесіңізші. Айгерім, давай. Есімін? Берік. Кім боламыз? Бажасы бар. Есіміңіз? Айгерім. Кім боламыз? Дос. Айгерім, кім боламыз? Айгерім дейді. Әңгімелесіңізші. Досы болдым. Кімнің? Екеуінің де. Екеу қандай? Екеуі керемет жан. Керемет болғанда не істейді? Бәрі істейді. Бәрі істейді. Билеу керек. Түсінікті сой, е? Дайынсыздар ма? Жібермайсыз. Бажаның көлінің қимағынан шыққан сияқтысың негізі. Демейді ол. Сендер неге түрде қонасыңдар? Кімсіз? Келе қойшы, братан, әсің, айырасың, ше бар. Келіп тұрмын сен бар. Есіміз? Салтан. Кім боламыз? Жолдас. Кімнің? Жолдасым не? Не үшін жолдассыңдар? Жоқ, қалай жолдас болдыңдар енді? Короче, көше танысады, сосын, в общем, араласып кетті ғой. Есімің? Серікжан. Кім боламыз? Жұлдыздың классасымын. Жұлдыздың классасы. Әңгіме жоқ, жұлдыздың классастарына бүгін әңгіме жоқ. Тілекті күйеу баласысың, е? Қайнағыз. Ол күйеш па? Брата, сен артынан күймеш, айналайын. Артынан күймеш, брата, қорқынышты екен. Дайынсыздар ма? Жібермейсіздер. Шудың ойында, сені іздедім. Әне! Әр ойында, үміт іздедім. Оттың күйгенде! Мен іздедім, сенің мойнында, мен іздедім. Шты, мә, молодецтер, красавчик. Эстонның алдында батып тұрып осы еді ғой тұратын. Просто болшы еді ғой деп жатырмын. Кеш, братан. Сен күлме, братан. Күлсең нашы жарқырап кетеді. Жарқырап кетеді деп жатырмын ғой. Неге үшеу ғана алып шыққансың, Жұлдыз? Келе ғой. Сен балтау жегетін деппін ғой. Есімін? Кім боламыз? Кімнің? Неше жыл болды көрші болып жүргендеріне? 7-8 жыл. 7-8 жыл болды. 7-8 жылдың ішінде тілек не істеді, айтшы? Үйде ремонт жасады ма, машина алды ма, не істеді? Үй салды, иә? Қанша комната салды? 4-5 жыл. Кіртіп дегесің болсын. Дайынсыздар ма? Жібер маэстро.
Жоқ. Восточный би, бұндай емес, сен вахтада жұмыс істейсің, наверное. Айым, келші, восточный биін көрсетейікші, келші, айналайын. Келші, келсеші. Мен келсеңші. Мен алып отырсың, келсеңші. Мама, восточный биін қандай болды? Келші, мен көрсетейік. Жоқ, кел. Кім? Таксист шықсын ба? Келе ғой. Келе ғой. Бір адам. Есімің? Еркебұлан, Кім боламыз? жұлдыздың кластасы. Не бәле, бүгін шотландцтердің отырысы айналайын. Көрсетпеші восточный, мен көрсетпеші митинг алып баратын балаға мерекесіндер. Айғайлап өлтіреді екенсіңдер. Не кетсін? Вахтада кеше Вахтадан кеше ме? Түнде келген сияқтысың ғой еще? Жоқ, отыр. Мен сен финал айналып барам, айналайын. Келе ғой, братан. Келе ғой. Келе ғой. Кел, весовой категорияларын бір дейін. Весовой категориямен шығарам мен. Жібер маэстро. Кішкентай шағым тез ғанек деп шеді. Жоқ, просто айтып атым тез ғанек. Рахмет, братан. Әңгімесі жоқ. Біліп тұрсың. Просто мына кісі мынаны тез билейді екен. Красавчик, братан. Келіңдерші, өзі неше адам болдыңдар өзі. Келіңдерші. Әйеп, келе ғой. Сен кезінде бачатамен ба айналысқан сияқтысың негізі, е ма? Гимнастик, кел ғой. Айналып кепсін сені. Молодец, но сізге. Сіз ұттыңыз, маған просто жындылар керек. Келе ғой. Сен вообще тойға шақырмаған сияқтысың. Просто қасың. Қайшы. Есімің? Азамат. Молодец, ұмытпа соны. Жіберші. Арай бақытты шығар айналайын. Мынау сізге сосын еще сертификат ләззат магазиннан 10 мың теңге сауда жасаңыз болады. Білетін бе өзге қайда тұрады? Еге әңгіме жүйет түсіндірме. Мен себе слушай мына екеуін әңгіме. Мен себе тұрға бүйтіп ше, осы екеуін ма? Дайынсыздар ма? Жібермайсыз. Әмин! Hands up, bye bye. Hands up, everybody, hands up, hey. Hands up, everybody, hands up. Hands up, everybody, hands up, hey. Hands up, everybody, hands up. 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 Молодец, вообще молодец. Сізге үйге барып қамыр жайып, нан илеп, балашылық салып бересіз. Ойбай, следующий деп қояны. Следующий деп қояны. Ona той жұма күні жасау керек еді, не болар еді? Қайсымен білесіз? Мынау да мен семейді ғой, әлі? Қайсымен білесіз? Ойма. Сен өзімен білеп тұрған сияқтысың ғой. Қайсымен білесіз? Желающиес. Ойма. Желающий ем, желаемый ет деп жүрмесің әйтеуір. Все, короче, давайте, айым, келе ғой. Сен
сіздікі барыңыз болады. Бар деген байнадағы бар емес айналайын. Қасына тұршы мына жерге, просто тұрсаң болды. Тілек екеуінің әңгімелерін біраз жинап қойған сияқты ғой, бір адам. Кесінші мына қыстың қасында тұр. Все, тұршы, күшті. Екеуіңіз келіңіздер. Тауылмай жүрген дейді. Ассалаумағалейкум. Сондай болып отыр. Короче, білесіз бе, не істейміз? Қазір кино түсіреміз. Восточныйдағы махаббат дейді. Восточныйдағы индийский махаббат болады. Мәссің ғой сен? Сенің атың Зита болады, түсіндің ба? Сенің атың Зита. Бойдақ кезің болса, значит, сенің атын Метхун Чакраборти болады, түсіндің ба? Қазір былай істейміз, музыка қосылады. Мен Зита билейіп деймін, Зита билеп жүріп бір жерге тығылып қалады, жақсы ма? Сосын сені Метхун істейтін болады, жақсы ма? Пока Метхун Зитаның өмірінде жоқ. Ол тілектен қарыз ақша сұрап тұрады мына жерде. Кел, Зита, келе ғой. Есімін Зитасын сен айналайын, ұмытпашы. Мен режиссерский жұмысымды бүлдірме, жақсы ма? Есімін Зита. Молодец, дұрыс. Енеңнің аты? Енеңнің аты? Кәләни. Ойбай. Қазір енеңнен қорқасың. Кәләни. Жақсы. Күйеуінің аты? Молодец. Фамилиясы? Мынау бірдеме ішіп отыр ма? Маған не берді ғой? Қазір музыка қосылады, Зита билеп бір жерде қылады, жақсы ма? Мен Метхунды алдай тұрайын барқашты, жақсы ма? Крикет ойнай тұрамыз екеуміз бар. Ортада Зита, жүр батын әңгіме дейік. Зита тұрғызғанша тығылу керек қой бұл жерде. Ой, бұл жақын жер ғой айналайына. Сен Таймас жаққа тығыл, Таймас жаққа, ешкі бармайды жаққа. Таймас жаққа тығыл. Рекста қалып қойма. Ал кет, қарғарай билеп тығылып қал, жақсы ма? Не істеп жүрсің сен? Айтам ғой, режиссерге қарсы шықпа. Ана стол тұр ғой, мен стол. 40 деген знак бермекте қазір. Замасына барып тұр. Метхун! Келіп айналайын. Есімін? Жанболат. Ой, Метхунсың сен. Есімін? Метхун. Фамилия? Жаргеш. Жаргеше дейді фамилия. Ағаңның аты Байрон шығар сенің үшін. Жеңгең Сумитра шығар кәдімгідей. Фамилияң? Ойбай, Жаргешті қойшы. Чакраборти дейсің. Сен үшін до конца тұратын дос балаңды шақыршы брат. Азамат қой, Азамат келіп. Ой, жоқ, беремейсің бірден, кеш просто. Короче, сен біздің кинода реквизит жетіспей жатыр. Сен, Тадж Махалдың алдында өсіп тұрған ағаш боласың, саған қозғалуға болмайды, жақсы ма? Метхун ағаштың үстіне шығып іздейсің. Жақсы ма? Түсіндің ғой, е? Есімін? Жаргеш. Ой! Есімін? Молодец, мына кісі біліп отыр ғой. Есімін? Метхун. Молодец. Әйтеуір түсіндірдік. Билейсің, айналып іздейсің, актерствоны қосамыз, жақсы ма? Максимально. Давай, братан, саған сенем. Сен әбден жау жүрек Момбайға көріп қойған білесің ғой? Ағашты көріпсің ба? Қалай көресің, конечно? Ал кет. Соққан кезде қозғаласың. Бұған ғашық болып қалып жүрме. Бұған иттер ғашық болып. Жібермейсің. Ойбай, не істейсің?
Қашады. Зита қашады. Артынан қуады. Болды. Осы кезде Зитаны көреді да, Зита, есік алға шықшы деп айғайлайды. Зита, есік алға шықшы! Сөзде Зита есік алдына шығады. Шашын тарайды, айнаға қарайды, шашын түзейді, кірпігін көтереді, мұрнын ашты. Ойбай, қазақта керемет сөз бар. Тырнағы ұзын мұрны таза болады дейді айналайын. Есік алдына шығады. Есік алдына шыққан кезде сен барасың, қасына барасың да Зита деп айғайлайсың. Зита! Просто ау дей берсің, просто ау дей берші. Мұрның деу. Айтма ондайды. Будешь со мной танцевать? Будешь со мной танцевать? Екизанмен бірге айт. Будешь деп айт. Будешь со мной танцевать? Будешь со мной танцевать? Будешь? Нет. Ойбай, сен өзің жесің айналады. Келе ғой. Осы жерде екеуі билейді. Ағаш қолын түсірме, сен айналайын репетиция ғой. Давай! Осы жерде екеуі билейді, ал кет. Билеңіздер шаршамай, билеңіздер шаршамай, шаршама тек шаршама, аяқ қолым талса да, жолғын бір биле, шаршағарып ортада, шаршамай, шаршамай, Әне! жолғын бір биле, Шаншығарып ортада. Hey, 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 hey! Келе ғой айналайын. Молодец, красавчик. Есімін? Не болды? Есімін? Жадвер. Атығым, айтшы. Жанболат. Ой, атығым. Ой, атығым. Молодец, мен қонсың сен. Менен кейін, мен жек көп көтіп жүрсің осыдан кейін. Сенің гитаң қайда? Кесеңізші. Ой-май-ой. Сендер мен түсіне кіріп жасыңдар. Келе ғой. Сенің атың Гита, жасың ба? Ол кісінің аты Джейми болады, жасың ба? Ау? Біле алма? Әңгімесі жоқ? Кастингті қалай өткізгенсіңдер? Рахмет, Мақпал Исабекова, сізге. Сендер ровно 15 секунд өзіне гитаны дамылуға кетіп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10. Sen de gemezsin, burada. Ау? Бірінші орын аламыз, бұйырса Алла қаласа. Так, есіміңіз? Гита. Молодец, сразу образға кетті ғой, молодец. Все, күшті. Сенің атың? Джеми. Сен жаңа жаттағалы кезің әңгімеші. Қазір бірінші билейсің, баласы өтіп қойның. Ой, молодец, сен жапырақтарың сарғаймап дейміз болса да. Күшті. Дайынсыз ба? Гимнастикаға қатысқан гитаны бір жет көрің.
Гита. Рахмет, көргеніңізге қуаныштымын. Гита. Жемес. Просто Гита деп айтасыз. Гита. Ой, дұрыстап айтсаңшы мен сияқты. Гита. Гита. Ой, дұрыстап. Молодец, ризамын дейді. Әлі тұр ғой, молодец. Ау дейді. Менімен билейсің ба? Менімен билейсің. Билейсің ба? Осы жерде екеуі билейді ғой. Любой музыка билей береді осы Саған сонда бәрібір маған кәдімгі дейді. Ай, Петхонның қасында тұрайын дейді. Қара жарға ең... Короче, сіздердің аттарыңыз Тілек болады, сіздердің командарыңыз аттар Жұлдыз болады. Тілек! Жұлдыз! Тілек! Жұлдыз! Тілек, Жұлдыз! Тілек, Жұлдыз! Тілек, Жұлдыз! Мама, надеюсь, здесь все понятно? Мынау сізге рахмет, братан. Аман бол, әрдайым осылай қызық қуанышты. Мынау сіздерге рахмет. Күшті. Енді гран-при алған қатысушыларымызға қошемет ұрып қойыңыздар. Рахмет. Аман болыңыздар. Жоқ, асықпасаңызшы. Ағаштардың киесі. Мінеке, братан, осыдан тұрып, 15 минут ойын айтқан сияқты, 15 минут қолымды түсінмей тұрып, осы нағыз тілектей досының құрметіне, тілектей досы үшін тақанса бұратының бүкіға келіп отырып деп ойлаймын. Азаматтың бүкіге қошына бірайын. Алдыңызда астаналық оқытанып жүріп отырыңыздар, ашықта сөздеріңіз көтеріп қойыңыздар. Мен ортаға тамаша досыммын, әрі құлыммын, өзіңдей досы болса деймін, ұлымның шіркінай шіркіндей деген тәтті еді, өзімен бөлісіп ішкен дәмі шырының деп жатады. Енді аттарыңыз атап түстен үстемей қойық. Барша Тілек пен Жұлдыздың достары, сыныптастары, класстастарын шақырайық. Келіңіздер, достар қайдасыздар? Мен саған ғашық едім. Ойде! Сыртыңнан қарап Әне! сен сұлу едің, сен сұлу едің, бірінші махаббат. Сен сезім саған. Әне! Мен саған ғашық едім, бірінші махаббат. Сен өзіңді едің, сезім саған. Сыныптастар, достар, араларыңыздан бір 5-6 адам сөйлеп қалғанымыз білейге. Сол дұрыс болады шығар, әйтпесе барлығымыз сөйлейтін болсақ біраз уақыт алатын сөзсіз. Сондықтан араларыңыздан кім бірінші бастайды? Азеке өзің? Ассалаумағалейкум, құрметті қонақ қауым. Тілек, Жұлдыз, ал енді сендерді келіп жеткен 40 жастарымен құттықтаймын. Өмір жастарың ұзақ болсын, денсаулықтары мықты болсын, ауырмай сырқамай, достығымыз ажырамасын. Өмірдегі бар жақсылықты сендерге тілеймін. Біз сізден сендерді жақсы көреміз. Ассалаумағалейкум, құрметті тойшыл қауым. Тілек, Жұлдыз, бүгінгі мерейтойлары құтты болсын. Ары қарай да тойлай беріңдер, 40-қа 40 болсын. Сендерге енді ең бастысы, біз өзін таныстырып өткізсек, Тілектің класстасы болым. Бала кезден топырақта ойнап бірге өскен көршім әме. Сондықтан досым, саған тілерім бақытты болыңдар, денсаулықтар мықты болсын. Енді өмір атты ұзақ жолдың аяқталмас жолаушы болыңдар. Өмір қуанышын сыйлаған әке шешелеріңмен жан ашыр туыс бауыр ағайын бала шаған көз қуанышы болыңдар.
достарының әрқашанда осындай қалаулысы болыңдар, ел жұртыңның мақтанышы болыңдар. Арайлап атқан әрбір таң мен нұрланып атқан кештеріңіз сіздерге тек қана бақыт, қуаныш, шаттық сыйласын, махаббаттар баяндасын. Ассалаумағалейкум, тойжан қауым. Тілек жұлдыз, қос қуаныш құтты болсын, бастарыңа деген сау болсын. Балашыларың қызы көріңдер, әрқашан дастархан жасылыққа жайыле берсін. Бағанағы үлкен кісілердің Алла тілеген шансын, аман есен болыңдар. Құрметті тойға жиналған тойшыл қауым, ассалаумағалейкум. Біз жұлдыздың кластастарымыз. Бүгін екінші түлектердің үлкен той, жұлдыз тілек. Бүгінгі қуаныштарың қайырлы құтты болсын, ұзағынан сүйіндірсін, жастарыңа жас қосыла берсін. Арттарына келген жалғыз гүлдеріңіз аман есен болсын. Үлгілі отбасысыңдар, біз сендермен мақтанамыз. Тойларын тойға ұласа берсін, денсаулықтар мықты болсын, үлкендеріңіз аман болсын. Ақжаулықты ана мен ақсақалды ата болуға шын жүректен тілектеспіз. Әрқашан үйлерінде той болып, жамандық болмай, тек қана қуаныштарыңа жинала берейік, тойларын той қыласың. Ал мен құрметті тойшыл қауым, бүгінгі той тілек жұлдыз, 40 жастан құтты болсын. Ендерің сау болсын, жастар жас құтты болсын. Енді қыздарың көріңдер, сендерді қуантсын. Енді екі жақты ата-аналарың, туған туыстарың болсын, жолдастарың, достарың, мерекелікте осындай тойдаған жолға берейік. Бүгінгі тойлар той қыласын, той жақсы өтіп жатыр. Енді біз ауылдан келгенбіз, жұлдыздың кластасымыз. Жаңа айтты ғой, тілек досымыз, жұлдыз кластасымыз. Тілекте біздің көк жағы той десе қалмайды, олайыз досым деп айтамыз. Бағын аялып кеше тамағын қоптан еңдіңіздер. Енді жұлдыз енді біздің пысық 86-ның ішінде, біз 86-мыз негізі. 7 жасына барғандар өздері білсін енді. 86 біз 2-3-те отырмыз. Ренжімес 80 білесіздер. Сондықтан 86-мызды айтамыз. Жұлдыз бізде пысық, балаңыз. Жұлдыз көп жерде өзінің несін, пысықтығын ұйымдастырушы арамызда көп нәрсені. Жұлдызға рахмет айтамыз, бақытты болыңдар. Жастан жасқа толы жүріңдер, Аллам берген жасқа сеніңдер. Енді тойларына шақырып жатсыңдар, рахмет. Той қыласын. Берекелікте осындай шақырып жүрейік. Жапалақта сөзі ба? Жапа ақын ол. Рахмет досым. Жападан бұрын бергеніңе. Ақын азамат қой, тілді, шешенді, одан кейін біз түк айта алмай қаламыз. Біріншіден, ассалаумағалейкум, осы дастарханға жиналған қауым. Тілек пен жұлдыздың тойы деп алтын уақыттарыңыз келіп бергеніңізге басымды иіп рахмет айтамын. Мен енді көңілі жұмсақ, жаны жайсан азаматпын. Жұлдызбен 11 жыл бірге оқыған, түйесіп көрші болған қаншайыммен азаматпыз. Жұлдызды айтатын шығар, бәрі 40 жаста атарын атарайды деп. Оны да атаруға болушы еді, бірақ ер азаматтарға атадың 40 жасқа толып жатқан. Сендерге де кем емеспін. Қос 40 жас азаматтар екенсіздер, 40-40 қырласысын. Қос 40 берсін сіздерге. Сіздер деп айтайын. Жұлдыз 11 жыл оқыған кластасым, 40 жыл болған жақын сыйласқан жанашыр жолдасым. Тілек, ренжіме оған. Шындықты айтқаныма. Сен кейіннен келген күйеу бола деп айтайын. Ренжіме бірақ. Жұлдызға бір мал атары едім, бірақ сен ренжима деп тұрмын. Жұлдызды айтар еді, бәр жолдасын атады ғой деп. Мен сондай өнерім бар еді. Кім 40 жасаса
бір мал менен деп ат мінгізер едім. Бірақ көңілім босап тұр, ренжіме. Инабаттай қызымыздың артынан бауыр ерсін деп мен тілек дұға қылайын. Мендей көк парша қазақтың ұлттық дәстүрін өрге сүйреп жүрген азамат болса, мен бір жылқы менің бойында. Атаң. Соңында жеткісе тілек нәмесін. Бір звонок келді өмірге бір ұл деп айтсын. Мен бір ат мінгізем. Мен де азамат болсын, көкпар сүйреп жүрген. Абай ауданы Ақсуат ауылының азаматының атынан тілек білдірем. Мен капитан командамын деп мақтанбаймын, бірақ менің артында азаматтар сыйлайды мені. Сый құрметіне лайықтымын. Сондай азамат болсын. Мендей көкпар сүйреп қазақтың ұлттық дәстүрін дамытып жүрген азамат болсын деп ойлаймын. Сондай азамат болса, менің артымнан бір жылға ат мінгізсе, мен мақтанбаймын. Мысалы, мен облысқа келдім, ойнадым, ауылыма, ауданыма білдірдім, 3-ші орынды алып бердім. Бірақ менің күшім емес, бауырларымның ерік жігері. Мен соларға басшы болып қана жүрдім. Бірақ өзімді ойнадым, өзімді айтпаймын. Бірақ сол бауырларымның арқасы деп айтам. Тілек, сен ренжіме. Жұлдызға неге бір мал айтпады, мен осы уақытқа дейін білесің, көзің көріп жүр. Атай, сол азамат дүниеге келсе, мен бір ат мінгізем. Сол кезде ат мінгізбесем бетіме түкір. Иә. Өмір жастарың ұзақ болсын. Инабат баламыздың қызығын көріп, ары қарай марқайып, шалқайып жүре беріңдер. Менің сол Жұлдыз тілек енді құлақтарына. Ай, бана, күштеріне бай, бір айтыр. Шырағына, қашсарының арасында тұрмын. Мерейі бүгін өстелден, айналайын ағайын, ортамызды толтырып, ортамызға қош келдің. Құрметті қалайық тектілерім, алдарына аттың басын кеттіредім. Бүгінгі қуанышты ұзағынан сүйіндірігір ялла деп тіледім. Өмірден бар қылығы бала дейтін, ұнайды маған дархан дала кейпін. Киелі тойға келген ағайындар, армысыздар, ассалаумағалейкум. Ал енді құрметті тойға келген тойшыл қауым, бүгін міне 40 плюс 40 бұйыртса қос қуаныш, Тілек пен Жұлдыздың қос қуанышы 40-қа толып жатыр. Мерейі бүгін өстелін деп жаңа айтып жатырмын. Ал енді Тілек, Жұлдыз мына жарығым, қуатым, құлыным деп айтпақшы. Мына кластың арасында 90-ға келгендерімді көрсем, арманым жоқ қой шіркін ай. 90 жаста осы класстармен бірге жазылар. Алла тағала нәсіп етсін. Аузында Алла, тілінде тәубасы бар азаматтың бірі, жанындағы жан серігін, тілегін, ауырмасын жүрегін. Мен білемін, Тілекті жақсы екенін білерім. Ал енді Тілек Жұлдыз, аспандағы әппақ күн жарықтығын сыйласын. Жерде өскен қызғалдақ сұлулығын сыйласын. Айдындағы қосақ қу махаббатын сыйласын. Бұл өмірде жаратқан Алла нұрын сыйласын. Айдай бол, бақытты бол, тілегім сол бақытты бол. Мына көздеріне көрінген құлыншақтарын, инабатын, өздерінің көз қуаныштарын, мақтаныштарын болсын. Жоғары грант иесі болсын. Қазақтың көк туын көкке желбірететін мықты азаматша болсын. Сол қыздарымен мақтандар. Жаңа Сека досым айтпақтайын, артынан атқа мінер қазақтың көк туын көкке желбірететіндей бір ұл нәсіп етсін шаңырағына. Ал енді Тілек, сен бізге күйеу емес достай болдың. Мына сендердің шаңырақтарына құт береке ырыстанып, бай қуатты болуды Алла тағала нәсіп етсін. Достарымен бақытты да баянды ғұмыр кеш, бала шағаның қызығын көр, аспандардың ақ болсын, жолдарын ақ болсын, қайда жүрсен жол болсын, жолы соң болсын. Дастархандарына тек қызық қуаныш той болсын деген біледі.
Қашан көрсең күлдіретінде жүретін, тынымсыз қолы бүлдіретінде жүретін, жағында тыным болмайтын, қалжыңдамайтын күні болмайтын, тал бойында міні болмайтын, ол кім дейсіздер ғой, ол тамада бол ақын, Асылбек бауырым болатын, ал Асеке жасап жүргізіп жатқан жақсы болсын тойыңыз, жаман айтсам, бауырым, мейлі артық, мейлі кетсем, сойыңыз, құтты болсын, жасай бер бауырым, өрге бассын, жұмысын өрге бассын тойыңыз. Той қалай өтті, құрметті ағайындар? Тойың жақсы болуы тамадаға байланысты. Бауырым, саған алғысым шексіз. Табысын өрге баса берсін, көгін көктей өрлей бер. Біз сізге ризамыз, класстардың атынан. Тілек достар, бұқты ма? Бұл ма? Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Тілек досымыз, біз бір ауылда, бір және досымыз айтқандай Қаратопар тауына өскенбіз. Балалықтың шаттығында, өзінше сол заманның қиындығында, кереметінде бірге көріп өскенбіз. Ер жете келіп жан-жағымыз, барлығымыз жан-жаққа кетіп жатырмыз. Бірақ бүгін тілек балдымызды әрқашанда бастап жүретұғын. Бүгін де бастап басымызды қосып, сені келіп көргенімізге, жүрегімізге бір от жанып, балалық шағымыз еске түсіп, салмағымыз кезінде 25-30 болса да, қазір 120 айларым болсақ та, солай билеп, шаттықтанып қалды. Соған рахмет. Саған тілерім жұлдыз екеулеріңе бүгінгі мерейтойларың құтты болсын. Барлық айтатын сөзді түзге келген кезде осы коллективпен келіп, сол кезде дұрыстап айтамыз. Қазір бірінші тойын толқып тұрмыз, шалқып тұрмыз. Соның өзінде сендерге ең басты денсаулық тілеймін. Жанұяларыңа береке тілеймін. Арттарынан және міне еліміздің мақтанышы, ұлттық ойынымызды дамытып жүрген жігіт айтты ғой, бір жылқы деп. Соның айтқан тілегі ең басты Алланың құлағына жалынсын. Сол тойға келіп, дүркіретіп, сенің орның көкпардан бірінші орын алып жүргенін көріп қуанып, сақалыңды сипап отыра берейік. Барлықтарыңызға бақыт, байлық, береке, тойдан тойға кездесе берейік. Үлкен рахмет. Ода салағайын, көкпардың ауырығында досым мен, сегі досым, бізге өйтіп жүр. Айландырып әкеп маған бердің ғой, жарайды. Тілек, жұлдызға сөйтіп айтқанына ренжіме. Күйеу демей, жолдассың ғой. Бірақ жұлдыз іргелес көршім, 11 жыл бір оқыдық, бір мектепке бірге бардық. Сен оған көңіліңді құлазытпа. Иә. Көңілің боздап тұр. Жаңағы айтқан тілегім Алланың қалың құлағына жалынсын. Сол күнде мен өзім мінген атымды аяғымда астыма. Сендерге дүниеге ол кесе табыс етемін. Басқа заман деніміз сау болсын, барлықтарыңызға. Сіздер де сый құрметпен қолдап жатқан класстастарыма мың алғыс. Мен жалғыз емеспін. Менде көтеріп қол бастап алатын жолдастарым бар. Сен де тілек, сол жолдастың бірісің. Міне безің. Ішкен жеген емес. Рахмет. Тойларың той қыласың. Ал тілек жұлдыз бүгінгі тойлар құтты болсын. Аспандарың әрқашанда ашық болсын. Бақытты болыңдар. Жаңағы барлық тілектерге қосыламын. Өстіп әрқашанда достарым арасында ойнап күліп жүре беріңдер. Барлық жақсылық тілеймін. Біз сендерді жақсы көреміз. Сол үшін. Рахмет, айтқан тілек баршасы қабыл болсын. Достар, аман болыңыздар. Құрметті ағайын, тілек пен жұлдыздың сыныптастарына бір алақан соғып қойыңыздар. Бұл айтыптың ғой ішінде спортшысы бар, әншісі бар, бишісі бар. Бұл жігіттердің барлығы өнерлі, барлығы мінезді ер азамат пен мықты азаматшылар.
любой әнді бассаң ағыры қосты болып кетеді. Сенбейсіздер ме айтайымыз, қараңыз. Аспанға қараймын. Болды күшті. Көрдік е, келіп фото істеп кетсі ғой. Көрдімде бірден қадалдым, ұрлады есті жанары. Соңғы қой мына билері, жанына таяу барама. Толқын шаштарың үйілген қара қаста қабағыңай. Ысты бұлттай, қарағаны шоқтай жанарыңай. Шаштарың үйілген қара қастар қабағыңай. Ысты бұлттай, қарағаны шоқтай жанарыңай. Сөйлейтін болады, сонда келіңіздер, сыртқа шығып кеткен ағаларымыз болса, баршасын ішке қарай шақырамыз. 40-на шақырдық, енді 41-де шыдайық. Сағат 12-ге тақау болды, сондықтан 12-ге дейін шыдап кетіңіздер, құрметті барлықтар. Қареке келіңіздер. Баршаларыңызды аздарға баса жайғасамыз. Бір 10-15 минут шыдап кетіңіздер, енді ардақтар әне.
Енді рұқсат болса тағы бір тамаша абжырмақ тілекке кезек берейік. Ортамызда тамаша осы жұлдыздай біздің жеңгемізге көмектесіп жүрген туған сіңілдері, бөлелері қауымы бар. Сол кісілердің тамаша тілегін тыңдайық. Қол қошеметпен Құндызды, Күлім мен Қуанышты, Арай мен Арыстанбекті, Еркені, Балаусаны, Мөлдірді, Қуанышты, Ақнұрды, Бұлбұлды, Әдеміні, Айманды, Жақсылықты ортаға шақырайық. Қошемет, құрмет көрсетіп қояйық. Қанеке, Жұлдыз ханымның туған сіңілдері, бөлелері қайдасыздар қанеке. Қанеке, жастар билеп, кайф от души, кайфовать хочу, кайфовать. Сан-Сан, Роза, ты моя глюкоза, у меня крепкий доза. Кайф от души, кайфовать хочу, кайфовать. Молодцы, күшті қош келдіңіздер. Кеш өтем сияқты ризамын деген айтып жүріңіздер. Ал. Кім жасайды? Сіз? Ризамын. Әне, күшті. Көрдіңіздер ғой, қалай қошемет тұрмайсыздар? Кім бірінші жасайды араларыңызда? Сіз? Тосты кім бірінші жасайды? Бисмилла, бүгін қуаныш күн емес пе, Алланың түсіп тұрған нұр емес пе? Осындай қуанышты әпке жездемнің 40 жас тойында бүгін арнайы ақ тілек тақтарған жөн емес пе? Туған күндерің құтты болсын, денсаулықтарың мықты болсын, жастарыңа жас қосылып, әлі талай бастарыңа бақ пен ырыс қонсын. Алланың назарында, бақтың базарында, достарыңның, туысқандарыңның, көршілерінің арасында сыйлы болып жүре беруіңе тілектеспін, барлық жақсылықты тілеймін. Бақытты болыңдар. Өзімнің атымдан әпке жездеме Сақина, Шапан. Жақсы етуге рұқсат етіңіздер. Апай жезде, бүгінгі мерейтойларыңыз құтты болсын. Сіздерге ең бастысы мықты денсаулық тілеймін. Енді біз бір ана бір әкеден тумасақ та, біз бір туғандаймыз. Енді жиі көріспесек те, күнде бір-біріміздің үйімізге бармасақ та, бірақ бір-бірімізге шын жанашырмыз. Әрқашан бір-біріміздің қуанышы мен қайғымызға ортақтасып жүреміз. Сондықтан Жұлдыз апайым үлкен рахмет айтқым келеді. Әрқашан бізге осы ақылшы болып, бізге үлгі болып, әрқашан өзінің көмегін аяған емес. Сондықтан мен өте жақсы көрем. Осы енді туған апайым болмаса да Жұлдыз бен Құндыз біздің туған апайларымыз сияқты, туған апайларымыздан артық біз жақсы көреміз. Сондықтан енді кішкене кезден бір ауылда өстік, ол біздің ыстық ұямыз. Ол біздің әрқашан жүрегімізде. Енді Көкжырада туып өспесек те, бірақ біздің тұрған жеріміз, ыстық ұямыз. Бізге Жұбан аға үлкен алғыс айтқым келеді. Бізге осы жақсы балалық шақ есеп бергеніңіз үшін, осы біздің осылай тұрғанымыз әуелі Алланың, содан кейін мамамның, және де оған себепкер осы Жұбан ағаның арқасында. Енді бізді кішкене кезден өсіріп, жеткізіп, өзінің тәрбиесін берген, бізге әке орнына әке болған адам, біз әрқашан ұмытпаймыз. Сіздің жақсылығыңызды, біз үшін жасаған әрбір іс-әрекеттеріңізді. Енді кезінде мамам екеуіңіздің араңызда кішкене түсініспеушілік болғанмен, сол кезде бір реніш өкпе болса да, қазір ешқандай өкпе ренішіміз жоқ. Біз Жұбан ағаны сыйлаймыз, құрметтейміз, үлгі тұтамыз. Мен әрқашан әке орнына әке деп, осы Жұбан ағамды өте жақсы көрем. Сондықтан аман болыңыз. Сізге осы барлығы үшін үлкен рахмет. Сіз бізге өте ыстық, жанашыр адамсыз. Осы Алладан тек қана сіздің амандығыңызды тілейміз.
сондықтан үлкен рахметімді айтқым келеді мен жұман ағама. Апай жезде ең бірінші осы денсаулықтарыңыз мықты болсын. Енді әлемнің бар байлығын, бар бақытын, бар жақсылығын тілеймін. Осылай жақын достарыңыз сіздердің өте көп қой. Әр кезде осылай ұйымдасып, сіздерге демеу беріп тұрады. Сондықтан достарыңыздың, туыстарыңыздың арасында үлгілі болып, осылай ойнап күліп жүре беріңіздер. Енді Алла бір қол ұстасып, бақытты өмір сүріп, бір жастықта қартаюды нәсіп етсін. Осы инабат қыздарыңыздың тек қызығын көріңіздер. Сіздердің көз қуаныштарыңыз болсын. Және осы Алла тағала осы инабаттың артынан бір бауырды беруді нәсіп етсін. Соны шын жүректен тілеймін сіздерге. Бақытты болыңыздар өмірде. Сіздерді қатты жақсы көреміз, сыйлаймыз, сіздерді құрметтейміз. Ал енді жезде апайка бүгінгі сіздердің ортақ қуаныштарыңыз, 40 жас мерейтойларыңыз құтты болсын. Сіздерге тек қана бір жастықта қартайып бақытты болуларыңызды тілеймін. Және де алдағы өмірде бірге болуды, және де осы инабат сіңірімнің қызығын көру нәсіп етсін. Ең бастысы дендеріңізге саулық, бастарыңызға амандық, және де өмірлеріңіз қуанышқа тола берсін. Апа жесе бүгінгі мереке тойларыңыз құтты болсын. Сіздерге тілерім ұзақ ғұмыр, баянды бақыт және де байлық тілеймін. Бұл жерде алғашқы той деп жатыр ғой, енді келесі той бұйырса инабаттың грантқа түскені болсын. Сіздерге барлық жақсылықты тілеймін, аман болыңыздар. Қымбатты ата-аналарым, сіздерді мерейтойларыңызбен құттықтаймын. Бір-бірлеріңізге деген сүйіспеншілік пен сыйластықтарыңыз мәңгілік болсын. Дендеріңіз сау, өмірлеріңіз ұзақ және бақыттарыңыз баянды болсын. Рахмет. Көптен көп алғысымызды білдіреміз. Енді рұқсат болса сіздерді ортаға алдырайын. Қошемет құрмет жасап қояйық. Бүгінгі той иелеріне аман болыңыздар. Ортаға келіңіздер. Осы жерде тамаша бір фотостерге түсіп алыңыздар. Туыстың, дос жаранның, ет жақынның, ет бауырдың, көрші қолан, сыныптас баршасы ақжармақ тілегін арнады. Енді рұқсат болса бүгінгі кешті түйіндеу үшін, бүгінгі кешке көп нүкте қою үшін ортаға сол тілек ағам мен Жұлдыздай жеңгемді шақырайын. Қошемет құрмет көрсетіп қойыңыздар. Ол кісілердің де айтар бір ауыз сөздері бар, бір ауыз тілектері бар. Енді өзіңіз бастайсыз ба бірінші? Тілек ағамызға. Ассалаумағалейкум. Қадірменді қонақтар, тойшыл қауым, көршілерім, туыстарым, бауырларым, кластастарым, жалпы бүгінгі келіп біздің мерейтойымызға ортақтасып көңілімізге рахмет. Алыстан сонау ат терлетіп келген ағайын бәріне рахмет айтамын. Басқан қадамдарына гүл бітсін. Не деймін, тек қана осындай той мерекелерде кездесіп жүре берейік. Ал енді менің ең бірінші қайын жұртым, өз жұртым, туысқандарым, нағашыларым, көршілерім, жолдастарым, сыныптастарым, барлықтарыңызды бүгін біздің қуанышымыздың төрінен көріп отырғаныма ең бірінші қуаныштымын. Барлықтарыңызға көп рахмет айтамын. Алыстан келіп жатқан Айжан ағам, Гүлнар апайыма көп рахмет айтамын. Жаңа Серікбол келіп жатыр. Ол кісілер енді алыс жол деп өскеменге жаңа кетіп қалды. Ең бастысы мықты денсаулық тілеймін. Осындай ең алғашқы қуанышымыз біздің Алла қаласа бір 3-4 жылдан кейін қызым да бітіреді. Бұдан да үлкен той болады деп ойлаймын. Енді той болғаннан қызық дейді ғой, болғаны қызық дейді. Қобалжып жатырмын бір жағынан. Барлықтарыңызға рахмет. Енді
85 болып бір жылда дүниеге келген екенбіз. Тілекке бір арнап өлең айтып берсем деп едім. Жалғастырып сара жолын ізгінің, бірге тартып асау өмір тізгінін. Басын қосып ағайын дос құрбының, 40 жасқа қатар келдік біз бүгін. Арқа сүйер азаматым, тірегім, әркез сені мақтан жұтып жүремін. Шын жүректен құттықтаймын өзіңді, туған күнің құтты болсын тілегім. Әлпеш деген инабаттай гүліміз, шаңыраққа шуақ шашқан күніміз. Үйленгенімізге толды міне 15 жыл, жақсы көріп бірімізді біріміз. Дақ түсірмей сенімен ақ көңілге, қол ұстасып жүрек тек өмірде, отыруға нәсіп етсін баршаны, 100-ге толған тойымыздың төрінде. Барлықтарыңызды сол енді армандаймыз ғой, 100 жас дейміз. Бір айында өзім 85 жыл болғаннан кейін 85 жыл пайдат деп отырмын ғой енді. Ағарай 85-ке келгенде тағы бір 10 жыл сұрап алатын жармалға тағылады. Енді осы жерде жаңа Нұршашу мейрамханасының администраторына, тамада жігітке, бишілер, официант жігіттерге барлығына көп-көп рахмет айтамын. Біздің көңілімізден шықты. Ең бастысы жаңа айтып жатыр ғой, тамада мықты болу керек деп. Жақсы тамада таптық деп ойлаймын енді. Сіздерге көп-көп рахмет. Жолдастарыма көп-көп рахмет. Арнайы алыс жол болса да келіп жатқан міне өзім баядан келіп түскен кезде осы 6 жігіт танитын, сол 6 жігіт келіп тұр ғой. Сендерге көп-көп рахмет. Рахмет. Тағы да қуаныш құтты болсын, құрметті қонақтар. Той иесі сөйледі екен деп, бұл бүгінгі кештің аяқталған білдірмейді. Біз тек қана бүгін кешке көп нүкте қоямыз. Бұл әуретте тек қана қызық пен қуаныш билей берсін. Әрдайым осында отырған ардақты ағайынның баршасының жұғысты бола берсін. Ортаға шығып билеңіздер. Бүгінгі кеш сіздердікі қуаныш тағы да құтты болсын. Келесі кездескенше Абай облысы, Семей қаласы, Восточный егеті жайнай берсін, жасай берсін. Келесі кездескенше еліміз аман, жұртымыз тыныш, бауырымыз бүтін болсын. Рахмет ардақты ағайын. Келесі кездескенше. Тамада балаға көп-көп рахмет етемін.